Достар, егер сіздер қонақтарыңызға тек бір нәрсені ғана қайталап жасап шаршаған болсаңыздар, міндетті түрде осы куриный чупа-чупстарды дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады, және келген қонағыңыз міндетті түрде рецептісін сұрайтын болады. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен кез келген тауық қанаттарын жақсылап жуып тазалап аламыз. Және оларды бөлеміз. Тауық қанаттарымыз 3 бөліктен тұрады. Тырнағын алып тастаймыз, ортаңғы бөлігін қалдырамыз, және шеткі бөлігінің видеода көрсеңіздер, еті аздау жағы болады. Осы еті аздау жағынан етін сүйегінен ажыратып төмен түсіреміз. Видеоны жақсылап қарасаңыздар өте түсінікті деп ойлаймын. Осылай төмен түсіріп, астыға қарай тартып, чупа-чупстарымызды дайындаймыз. Тырнақтарын алып тастаймыз. Ортаңғы бөлігін қалдырамыз. Шеткі бөлігінің еті аздау жағынан етін сүйегінен ажыратып, төмен қарай түсіреміз. Осылай астыға қарата тартамыз. Тағы бір рет көрсетейін. Тырнағын алып тастаймыз. Ортаңғы бөлігін қалдырамыз. Ал шеткі бөлігінің сүйегін етінен ажыратып, астыға қарай түсіреміз. Видеоны жақсылап көріңіздер. Сүйегінде еті қалмасын, себебі піскен соң біз ол жерге фольга орайтын боламыз. Міне осылай таптаза қылдырып, етті ажыратып астыға қарата түсіреміз. Осылай барлығын дайындап аламыз. Енді мариновать етеміз. Ол үшін тұздаймыз. Және 2 немесе 3 тісше сарымсақ тураймыз. Немесе өткізгіштен өткізіп алсаңыздар болады. Осылай тауықтарға арналған приправамызды себеміз. Қара бұрыш. Егер қатты ащы болғанын қаласаңыздар, қызыл бұрыштарыңызды көбірек қосыңыздар. Егер орташалы болса, кішкене азырақ қосыңыздар. Және паприка. Барлығын сүйіп болған соң, жақсылап барлық жеріне тигізіп, араластырып қоямыз. Міне осылай болды. Және кемі 3 сағатқа қалдырасыздар, немесе 1 түнге. Мен түнде жасап, таңертең пісірдім. Және қызып тұрған пешімізге осылай чупа-чупстарымызды қоямыз. Мұқият қараңыздар. Чупа-чупстарымызды қалай қойдыңыздар, олар солай пісіп шығатын болады. Сондықтан етектерін жинап, дөңгелек етіп, әдемілеп қойып шығамыз. Барлығын осылай бір пісіріп аламыз пешімізде. Біздің тауықтарымыз пісіп шықты. Енді келесі қадам бізде майға пісіреміз. Ол үшін ұнымызды, осындай панировочный сухари, осы видеодағыдай түрін алыңыздар, және жұмыртқаға дайындап аламыз. Пісіп шыққан тауықтарымызды бірінші жұмыртқаға, ұнға, тағы да жұмыртқаға және сухариімізға ұнатамыз. Менде мұна жерде 5 жұмыртқа, немесе 6, өздеріңізге қарай көресіздер. Тағы да бір рет. Егер осындай кішкентай болса, оның көлемін үлкейткілеріңіз келсе, осы процесті қайталаңыздар. Яғни жұмыртқаға, ұнға, тағы жұмыртқаға, және тағы да ұнға, және тағы да жұмыртқаға барып, ең соңында барып сухариімізге ұнатамыз. Яғни 2 мәрте ұнға және жұмыртқаға ұнатып, ең соңында сухариімізге ұнатамыз. Осылай
қызып тұрған майда жақсылап қуырып аламыз. Өте әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне осындай сап-сары әп-әдемі болып шығады. Ішінің бәрі піседі. Және ең соңында осы пісіп шыққан чупа-чупстеріміздің басын фольгамен орап шығамыз. Бұл өте әдемі болып тұрады. Дастархандарыңызға салатный лист қосып, өздеріңіздің қалауларыңызша әрлеп, немесе басқа ассортилармен қосып ұсынсаңыздар, өте әдемі болады. Видео ұнаса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.